20 ғасырдың алғашқы жартысы қазақ халқы үшін ең ауыр, ең қаралы кезең болды. Зұлмат жылдардағы жаппай саяси қуғын-сүргін мен қолдан жасалған ашаршылық миллиондаған отандасымыздың өмірін қиды, тағдырын тәлкекке салды. Зиялыларымыз атылып, халқымыз босып кеткен сол нәубеттің суық ызғары қазақ даласынан әлі күнге дейін кеткен жоқ. 1920-1930 жылдар аралығындағы қолдан ұйымдастырылған зорлық пен ұжымдастыру саясаты қазақ даласын алапат аштыққа ұшыратты. Миллиондаған қандасымыз қырылып, дәстүрлі өмір салтымыз тас-талқан болды. Бұл нәубет мұнымен ғана шектелген жоқ. Елдің еңсесін тіктейді деген ұлт зиялылары, алаш қозғалысының қайраткерлері мен өз құқығын қорғаған мыңдаған азамат халық жауы деген жалған айыппен жаппай қуғын-сүргінге ілікті. Сталиндік тоталитарлық жүйенің бұл қатыгез саясаты ұлттың бетке ұстар элитасын толықтай жойып жіберуді көздеді. Жазықсыз сотталғандардың отбасылары, шиеттай балалары да бұл қасіреттен шет қалған жоқ. Тұтас бір халықты қорқыныш пен үрейде ұстаған бұл зобалаң ұлттық тарихымыздың ешқашан жазылмайтын үлкен жарасына айналды. Қуғын-сүргін жылдары Қазақстан аумағы лагерлер жүйесінің бір бөлігіне айналды. Сондағы ең үлкен лагерлердің бірі Карлаг. Бүгінде осы тарихи орны бар жерге біз келіп отырмыз. Қарағанды облысының аумағында орналасқан бұл мекен сол кезеңде ГУЛАГтың ең ірі тармақтарының біріне айналды. Зұлмат заманның қасіретті шежіресін бүгінде мұражай қызметкерлері осылай баяндайды. Жалпы Карлаг жайлы айта кетсек, Карлаг 1931 жылы 19 желтоқсанда құрылады деп ұйымдастырылды. Орталығы осы Долинка кенті белгіленген. Және де лагерді құру үшін азық-түлік базасын қалыптастыру, адамдарды тегін жұмысқа тарту, және сол кездегі жоғары деңгейдегі мамандарды бір жерге шоғырландыру деген сияқты мәселе шешкен болатын. Және де бұл Долинка кенті сол кезде Долинская деп аталған. Кеңестік империяның тегін жұмыс күшіне айналған зауыт-фабрикалар мен алпауыт лагерлер жүйесі жыл өткен сайын тұтқындар ағынымен толыға түсті. 30 жылдардың басынан басталған бұл қасіретті кезең миллиондаған тағдырды тас-талқан етті. Лагер қабырғасында азап шеккендердің есебі де жан шошытады. Карлаг басында жалпы Карлаг бөлімшелерінде 200 мыңға жуық адам болған, және де 1931-ден 1959 жылдар аралығында, яғни Карлаг жабылғанша 1 миллионнан астам адам азап шеккен. Бірақ нақты адам саны белгісіз. Бізде көрсетілген экспонаттарда, әртүрлі құжаттарда көбінесе ең көп кездесетіндері тізімде жоғары тұратын адамдардың саны ол орыстар негізі. Қаншама ұлт өкілдері тоғысқан бұл мекеннің аумағы да, құрылымы да қарапайым түрмелерден мүлдем өзгеше еді. Бүгінде мұражайға айналған осы еңселі басқарма ғимаратының сыртқы көрінісі мен оның астындағы құпиялар келушілерді бірден таңғалдырды. Бұл басқарма ғимараты, бұл ғимаратта тек қана осы бастықтар мен офицерлер ғана болған. Тұтқындардың бөлімшелері басқа болған. Карлагтың 26 лагерлік бөлімшелері және 192 лагерлік нүктелері болған. Ең бірінші таңғалдыратындары осы Карлагтың территориясы. Негізінен адамдарға Карлаг деп айтқан кезінде Долинканы ғана ойлайды, және де осы ғимаратты ғана ойлайды. Негізінен Карлагдың территориясы өте үлкен болған, солтүстіктен оңтүстікке қарай 300 километрге дейін, шығыстан батысқа 200 километрге дейін жететін өте үлкен аумақты алған. Және де тағы таңғалдыратындары осы астыңғы қабат, жертөре, подвал. Сол қабат адамдарға өте қызық болады. Ғимаратта негіз азаптаулар болмаған, бірақ осы ғимаратта көп адамдар азаптаулар, адамдар тұтқындар болған деп ойлайды. Және де осы ғимараттың астындағы жертөренің подвалда көп адамдар көргісі келеді. Қасірет шежіресін бауырына басқан осы ғимараттың есігі кейіннен мұражай ретінде қайта ашылды. Мұндағы әр зал, әрбір экспонат өткен күннің тірі куәгері. Әсіресе ашаршылық пен зұлмат жылдардың суреттері кез келген жанның жүрегін елжіретпей қоймайды. Музейдің өзі бұл ғимараттың ішінде 2011 жылы ашылған. Бірақ бұның алдында Карлагтың басқа нысанында техника үйінде музей болған, кішкентай музей болған. Кейінірек осы Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің тапсырысына сәйкес ғимаратта жөндеу жұмыстары басталып, 2011 жылы осы ғимаратта ашылған музей. Жалпы бұл ғимаратта ашаршылықтан бастап осы 50-ші жылдарға дейін тақырыптар қозғалады. 50-ші жылдардағы саяси қуғын-сүргінге байланысты. Солардың арасында ашаршылық, қуғын-сүргін, сондай-ақ халықтардың жер аударуы, депортация деген тақырыптар қозғалады. Экспонаттардың арасында мысалы ашаршылық залындағы кішкентай балалардың суреттері,
Жалпы көп адамдардың өзіме де қатты жүрегіме тиген сол кішкентай балалардың суреттері ашаршылық кезіндегі. Жалпы ашаршылық залында сол суреттерді көруге болады. Өкінішке қарай бүгінгі мектеп бағдарламалары мен тарих оқулықтарында бұл зобалаңның барлық ақиқаты егжей-тегжейлі айтыла бермейді. Сондықтан да бұл тарихи кешеннің жас ұрпақ үшін, келешек жастардың тарихи жадын жаңғырту үшін маңызы орасан зор. Қазіргі кезде негізі бұл тақырыпты көп көтермейді ғой. Мысалы, мектепте де көп оқушыларға осы тарих сабақтарында көп тоқтала кетпейді. Бірақ осы музейге осы оқушыларды, студенттерді көп әкеледі. Және де өзім ойымша осы оқушыларға, студенттерге өте бір қызықты тақырыптардың бірі. Көп адамдар көп сұрақтар қояды, осы ғимарат жайлы, тұтқындар жайлы, адамдардың тағдырлары жайлы көп сұрақтар қояды. Және де бұл ғимарат, осы тағдыр, адамдардың тағдырлары, тарих болашақ ұрпаққа өте маңызды. Себебі мұндай лагерлер болашақта қайталанбасын деген мағынада. Және де осы адамдардың тағдырларын барлығы біліп жүру керек деп ойлаймын. Болашақ ұрпақтың тарихи жадын жаңғырту мақсатында бұл күндері мұражайға келуші жастардың қатары қалың. Төл тарихтың ащы шындығымен танысу үшін Сәтбаев қаласының жастар ресурстық орталығы арнайы экскурсия ұйымдастырып, мектеп оқушылары мен колледж студенттерін осы қасірет мекеніне алып келді. Зұлмат жылдардың ызғарын сезініп, тас қабырғалардың сырына үңілген жастардың алған әсері де ерекше. Енді солардың ой пікіріне құлақ түрсек. Жалпы бұл жердің атмосферасы өте ауыр деп санаймын. Әсіресе подвалында желтөре. Ол жерде көптеген азаптаулар шынайы бейнеде көрсетілген және көп заттар оригиналды түрде сақталған. Өте үлкен ауыр атмосферада впечатление сондай қалдырады. Жалпы басқа балаларға, басқа студенттерге де осы жерді келіп көруге үлкен кеңес берем. Себебі бұл біздің тарихымыз деп санаймын. Және әр бала бұл көріністі өз көзімен көруге тиісті. Жыл сайын күнтізбедегі қаралы дата жақындағанда мұражай қабырғасы қайтадан сол нәубетті бастан кешкендердің ұрпақтарымен толығады. Бұл күн өткенге тағзым етіп, құрбандарды еске алатын қасиетті уақыт. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және де ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Және де біздің музейде жыл сайын 31 мамыр күні День открытых дверей, ашық есік күні өткізіледі. Және де көп адамдар келеді сол күні. Осы қуғын-сүргін құрбандардың балалары, туған туысқандары, танитын адамдары және де әртүрлі басқа келушілер де өте көп болады. Өткен күннің өкініші мен жазықсыз жапа шеккендердің рухына тағзым ету бүгінгі ұрпақтың қасиетті борышы. Жылдар жылжып, заман өзгерсе де Долинкадағы осы қаралы ғимарат зұлмат заманның қасіретін ішіне бүгіп, үнсіз мен мұндалап тұрғандай. Уақыт өткен сайын ғимарат ескіруі мүмкін, алайда мұндағы тарих ескірмейді. Қуғын-сүргін құрбандарының тағдыры ұмытылмауы тиіс ұлттық жадының бір бөлігі болып қала бермек.